Баршаңызға сәлем. Сіздермен мен Альфинур. Бүгін осындай бір ерекше форматта сіздермен бірге әңгіме айтқым келіп отыр. Бір жаққа шығып қалып жатырмыз, соған боянайын деп, сіздермен бірге әңгіме айтайын деп шештім. Дайындалмадым, тіпті білмеймін не туралы айтатынымды, бірақ ойлап отырмын өзім туралы айтайын деп. Менде танысу видеосы болмаған секілді, иә. Сіздермен танысып, жақынырақ өзім туралы айтқым келіп отыр. YouTube жүргізгеніме 1 ай болған болар. Отырып атып шықтым, өзімнің кім екенімді де таныстырмай. Менің есімім Альфинур, жасым 26-да, бұйырса осы жылы 27-ге толамын маусым айында. Қызым бар, жолдасым әскери адам, шекарада, заставада тұрамыз. Солай, тағы не айтсам болады. Негізі мамандығым қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі. Жарты жыл жұмыс жасадым, содан кейін тұрмысқа шығып кеттім. Сөйтіп көшіп қонып жүрміз, енді әскери адамның жолдасы болған оңай емес. Жасым екеуміз де батыс Қазақстаннанбыз, Оралдамыз, яғни жолдасымның жұмысына байланысты әр аймақта жүрміз. Осыған дейін оңтүстікте болдық, қазір енді Ақтөбе қаласына келдік. Мен боянуды ұмытып кетіппін ғой, сіздерге әңгіме айтамын. Бірақ осы жақтан жұмыс табылған жоқ, сол үшін де қазір үйде, қызым 4 жаста, үйде онлайн әртүрлі жұмыстармен айналысам. Жалпы мен көп жұмыспен айналысып көрдім онлайн. Киім де саттым, сөмке саттым, балалар киімін саттым. Жаңа Біл бала деген кітап бар емес пе, сол кітапты да саттым. Онлайн TikTok таргетінде оқыдым, видео сайттарын оқыдым. Оны енді барлығы оқыған шығар. Сондай бір тек обналичка арест шешу деген нәрселермен айналыспадым, қалғандарының бәрімен былайша келгенде айналыстым. Мен өзім студент кезімнен боянғанды жақсы көремін. Білмеймін не екенін. Мен тіпті өзім оқып жүрген кезде, студент кезімде ойлайтынмын, осындай оқып алсам екен деп студент кезімде ойда болды, бірақ бізде білесіздер ғой, ата-анамыз бұндай жұмыстарды бір қатты бір қарамайды. Олар үшін ең керемет жұмыс, жолда қалдырмайтын жұмыс мұғалім, дәрігер, сондай жұмыстар. Сол үшін де кішкене былай қарсылықтар танытты, енді қайдағы деген секілді. Негізі сол кезде оқып алғанда ғой деп мен әлі күнге ойымда бар. Соған қарағанда мен болашақта осы ойымды жүзеге асырамын деймін. Так, тағы не туралы айтам? Кстати, мен еще пончики саттым үйде. Сондай бір тірліктермен айналысқаным бар, енді декретте отырғаналар мені өздері түсінетін шығар. 25-ші жыл сондай бір трансформация жылы болды. Мен үшін расымен де сондай бір өзгеріс жылы болды. Сол жылдары 2024 жылы менің ойымда, жалпы санамда, өзімде басқаша болдым. Ойлауымда тіптен мүлдем басқаша еді. Осы 2025-те расымен де мен үшін трансформация жылы болып, біраз өзгерістер болды. Өзімде, өзімнің өмірімде, ортамда, жалпы менің жан дүниемде неше түрлі өзгерістер орын алды. Және сол өзгерістерге сансыз шүкір деймін. Бір боянасын, екі боянасын адам деген бояна алмаймын дейтін қыздың өзі қайта-қайта үздіксіз бояну арқылы өз-өзін шыңдап жетеді ғой жетістікке. Мен алдыңғы видеода айттым ғой сіздерге. Жасай алмаймын дейтін адамның өзі үздіксіз бір нәрсені жасай берсе, содан нәтиже шығады. Мен өзім қас жуылмаймын. Сол үшін кішкене формасын келтіру сәл қиынға соғады. Және мен неге YouTube-ға видео түсіруді шештім? Оның себебі, жаңа өзіме трансформация жылы болып дедім ғой, мен өз-өзіме жұмыстандым. Мен өз-өзімді таңдадым, былайша айтқанда. Мен көбінесе өзім табиғатымнан андай болдым, адамдардың пікіріне құлақ асатын, адамдардың пікірі мен үшін өте қатты маңызды, сондай адам болдым да. Және осы трансформация жылында мен розовый очкиді шештім. Адамдардың типтерін көре бастадым. Білмеймін оған дейін қайда жүргенімді. Осындай болады екен. Карандаш алу керек. Жалпы маған косметика алу керек негізі. Мен бұрында андай едім ше. Бір нәрсені ала берем, қызығам сол нәрсеге. Бір нәрсе көріп қойсам бірден алам ше, ойланбай. Сосын мен деген қаржылық сауаттылық туралы оқыдым. Кітаптар оқыдым, сол туралы подкасттар көрдім. Қаржылық сауаттылық, бала тәрбиесі, адамның өзінің жеке тұлғалық дамуы деген секілді подкасттар көрдім. Және кітап оқыдым. Кітап оқыған өте маңызды. Мен өзім негізі студент кезімнен, мектеп кезімнен, тіпті мен өзім кітап оқуға бейім оқушы едім. Маған ұнайтын кітап оқыған, ұнайтын. Ешқандай бір тұлғалық даму жағынан, өзімді тану жағынан, ондай бір, білмеймін, менің мышлением басқаша болды былайша айтқанда. Сосын көп нәрсе маған сабақ ретінде тиді. Сосын мен сұрақ қоя бастадым ғой, енді осы нәрсе менің өміріме не үшін қайталана береді, бір нәрсе не үшін бірнеше рет қайталанады деген секілді. Сол сұраққа жауабымды алдым, ойландым, анализ жасадым. Сөйтіп Аллах тағаланың қалауымен көп нәрсеге көзім ашылды. Көп нәрсеге Аллах тағала мені игі істерге жақындатты. Өзіме өзім пайдалы бола бастадым. Көп нәрсені көрдім, оқыдым, білдім.
сосын ойыма осындай бір ой сап ете түсті. Мен секілді адамдар бар ғой, менің бұрынғы кейпімде жүрген адамдар бар ғой дедім де, сол адамдарға кішігірім өзімнің өмірімде қолданған лайфхактармен, ақпараттармен бөлісіп, мен қалай өзгердім деген қатты естілетін шығар. Дей тұрғанмен өз өзімді қалай таптым, миссиямды, өзімнің жан дүниемді қалай сезіндім, сол туралы адамдарға, өзге де мен секілді менің кейпімде жүрген, менің бұрынғы кейпімде жүрген адамдарға кеңес ретінде айтқым келді. Және де соны осы YouTube каналдан бастап кеттім. Видеоларымды көрсеңіздер, мен тұлғалық даму жөнінде неше түрлі жалпы адам өзіме жұмыстану керектігі туралы ақпараттармен бөлсем, бұның барлығы мен өзім басына өткергеннен кейін сіздермен бөлісіп отырмын. Біреуден естіп алып өзімнің өміріме енгізбей, өзгеге ақыл айтып отырған жоғым. Мен өзімнің өміріме енгізіп, содан нәтиже алғаннан кейін, нәтижесі болғаннан кейін бөлісіп отырмын. Көп нәрсе кітапта бар. Сіздерге айтайын, кітап оқудың пайдасы өте көп екен. Сөйлеу кезде, ойлауға да өте пайдасы көп. Мен негізі көптен бері YouTube түсіру ойымда болған. Тек білмеймін, тәуекел ете алмай жүрдім. Не екен қайдам. Сосын осы өткенде ақпан айында шетелге шығып келдік. Содан кейін шетелден кейін менде энергия деген толып келді. Мен деген андай ұшып келдім. Неше түрлі ойлармен келдім. Неше түрлі арман қосылып, қанат біткен бірден осы YouTube'ды қолға алдым. Иншалла, бұйырса, келесі жылы, одан келесі жылы деп солай жыл сайын шетелге шығуды әдетке айналдырамыз деп шештік, Құдай қаласа енді. Бірақ мен жылына 1 рет емес, жылына 3 рет шыққым келеді. Құдай қаласа енді көреміз, барлығы Аллах тағаланың қолында. Әрине әрекет етеміз. Менің кесішкаларымды қызым бүлдіріп тастады барлығын. Қазір мен енді уақытша қолымды кесішке етіп жүрмін, саусақтарымды. Саусақтарыммен бояймын енді. Қайтеміз. Алуым керек еді сол. Кесішкаларымды лап етіп тастаған ба, білмеймін, жарамсыз болып қалған ғой, кәдімгідей. Таныс жағдай шығар, иә, үйінде баласы бар адамдардың, әйел адамдардың боянатын заттары міндетті түрде құртылады. Жоғарға қойсақ та, сумкаға тығып қойсақ та, иә, жоғарға тығып қойсақ та, білмеймін, сөмкеге салып қойсақ та, тауып алады, әйтеуір қайдан тауып алатынын. Сосын осылай қолмен тез бояп тастаймыз. Жаңа айттым ғой, шетелден неше түрлі ойлармен келдім деп ше, кәдімгідей бір масштабты ойлап кеттім ода табы ше. Сондай кезде пайдаланып алу керек, кәдімгідей басу керек осындай кезде. Әйтпесе ана ойлар кетіп қалады. 72 сағаттан кейін ана ойыңды жүзеге асырмасаң, мен бір жерден естідім, 72 сағаттан кейін ана ойыңды жүзеге асырмасаң, онда ол қалды, оны жүзеге асырмайсың деген сөз. Сол үшін 72 сағаттың ішінде ойыңа келген идеяны жүзеге асыруың керек. Тым болмаса бір бастап кетуің керек. Келесі этап бізде тональный крем. Мына жақта қызым да менімен бірге боянады. Менің бетімде веснушки бар. Бұрын мектеп кезінде, студент кезінде қатты маған ыңғайсыздық тудыратын, ол енді барлығы жастықпен ғой. Айтып тұрмын, кішкене ойым басқаша болып, білмеймін. Содан кейін қабылдағанда енді қазір егер бетіңізде веснушки болса, сіз жаңа подростық болсаңыз, ешқандай да уайымдамаңызшы, мен айтайыншы. Мен басына өтті, мен қанша соны тональный креммен жастырып, қазір мен көп боянбаймын. Осылай бір жақтарға шыққанда, бірақ мен бетін жасыру үшін емес. Рас менде көрініп тұр ғой веснушкаларым. Мен бұрын кәдімгі көп андай қалың етіп жағатын едім, көрінбес үшін. Білмеймін неге сондай ойларым. Ол сізге ешқандай да кедергі емес. Керісінше сіз сұлусыз. Егер бетіңізде осындай секпіл болса, онда сіз Аллах тағаланың сізге берген бұл нығмет. Сіз ерекшеленіп тұрасыз өзгелерден. Жоқ, бұл жақсы деп адамдарға айтсам да, өзім іште қабылдай алмадым да. Адам өзіне байланысты барлығы. Өзі адам қабылдамаса, онда айналадағы адамдар да сен туралы айта береді. Егер адам өзін қабылдаса, онда айналадағы адамдар да бұны мән бермейді, сенде бетіңде не бар, не жоқ екеніне. Сол үшін де мен айтамын, адам өзіме жұмыстану керек өлгенше. Сонда барлығы керемет, өмір де керемет болады расымен. Мен өзім қабылдадым, қазір мен айналамда адам бетінде веснушки бар ма, жоқ па, олар да білмейді. Олар да бұрында білмейді, кезінде барлығы емес, енді сонда болатынды айтатындар. Себебі мен өзім қабылдай алмадым, сол үшін де. Ал егер сен өзің іште қабылдашы, мен веснушка мені одан сайын әдемі қылтады деген секілді плюс жақтарын қабылдады, өзің шынайы кәдімгідей қабылдашы, айналаң да сені қабылдайды. Бетіңе де баспайды ешкім, ойбай деп, бетіне баса берсін, бірақ реально мен қалай өзімді қабылдадым, айналам да солай өзгерді ғой. Адам бәрі өзіне байланысты екен ғой. Мен осыны түсініп алғаннан кейін, осы ойды түсініп алғаннан кейін ше, менің өмірім жеңілдей түсті рас менде.
мен сосын психология, психосоматикаға кірдім. Психосоматика енді маған өте керемет көмектесіп те жатыр. Адам өзімен жұмыстану керек. Сонда сен ешкімге зиян тигізбейсің, керісінше пайданы тигізбесең. Бала тәрбиесін оқыдым. Мен негізі бала тәрбиесін босанбастан бұрын, аяғым ауыр болмастан бұрын оқуым керек еді деп өкінгенім бар енді. Басқа именно сол бала тәрбиесін қызым 4 жаста кезінде, 3 жас кезінде емес, қызым дүниеге келмей тұрып оқуым керек еді деген секілді менде өкініш сәл болды енді әрине, бірақ әлі де кеш емес. Дей тұрғанмен мен қазір егер аяғы ауыр қыздар қараса мені, мүмкін екіншісіне жүкті болар, мүмкін үшіншісіне жүкті болар деген секілді. Егер сондай қыздар қараса, сондай мәліметтерді көп оқыңыз. Әсіресе діни мәліметтерді, подкасттарды, кітаптарды көп оқыңыз. Кітапты көп оқыңыз. Сосын қалай босанады емес, көбінесе андай жақтарын оқыңыз. Ананың состояниесі қандай болу керек? Дін жағынан балаңыз жақсы даму үшін қандай сүрелер айту керек? Қандай сөздер айту керек? Соларды көп оқыңыз. Сонда иншалла жеңіл босанасыз. Іштегі баланың да состояниесі, өзіңіздің де состояниеңіз жақсы болады. Сонда сізде кәдімгідей бір саналы, ойлау қабілеті дамыған жақсы ұрпақ шығады иншалла. Біз әсіресе өзіміздің состояниемізге мән бермей жатамыз ғой. Аяғымыз ауыр болса да әр нәрсеге ренжиміз. Әрине ол қалыпты нәрсе. Дей тұрғанмен оқу керек та адам. Адамның состояниесі қандай болады, адамның көңіл күйі қандай болады, оның ананың аяғы ауыр кезінде көңіл күйі, жағдайы қандай болады, балаға оның барлығы беріледі. Және де бала кішкентай кезінде өзін қалай сезінеді, баланың бөпе кезінде өзін қалай сезінеді, не ойлайды олар бөпе кезінде, осының барлығын тәптіштеп дұрыстап оқып алсаңыз, біліп алсаңыз артық етпейді. Керісінше осындай мәліметтерді көп қараңыз дегім келеді. Әркім әрине саналы, дені сау ұрпақ болған қалайды ғой. Барлық ана да, әке де. Сол үшін де әсіресе аналар, мен тіпті айтар едім, аналар емес, әкелер де осы туралы қарасыншы деп ше. Себебі ананың состояниесі қасындағы жолдасына байланысты. Тіпті қазір сіздің балаңыз 10 жаста болса да оқыңыз. Барлығы тегін тұр. Кітапта тегін нәрсе көп. Коучтар, психологтар олардың барлығы кітаптан оқып сіздерге айтады ғой бүкіл ақпаратты. Ал кітап оқымаған адам осындай ақпараттарды сатып алуға, курс сатып алуға мәжбүр болады. Егер сіз өзіңіз соны оқысаңыз, плюс өзіңізге. Мынау не енді? Кішкене бөлімен екен. Сол үшін қыздар айтатыным, пайдалы подкаст көріңіздер. Пайдалы кітап оқыңыздар. Кітаптың барлығы пайдалы. Сол кітап оқыңыздар. Және де сіздерден бір өтініш, менің видеомды қарасаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліңізші. Және егер айтып жатқан сөздерім ұнаса, лайк басыңыз, өзіңіздің ойыңыз комментарийге жазыңызшы. Бұл мен үшін өте маңызды. Болған сияқтымын. Қалай болды? Такой.